Адамның өмірі өзгеру үшін адам бұрын сонды жасамаған іс-әрекет жасау керек деп жатады. Бұны қалай түсінеміз? Яғни, мысалға сіз таңертең 9-да тұратын болсаңыз, күнде бұл жолы сіз 6-да тұрасыз. Яғни, бұрын сонды жасамаған іс-әрекет бұл сіз үшін. Бұл кезде сіздің денеңіз қарсыласады, миыңыз қарсыласады, яғни тұрғысы келмейді. Бірақ егер сіз өз-өзіңізді қолыңызға алып, сол іс-әрекетті жасай бастасаңыз, сіздің өміріңізде шынымен де өзгерістер пайда болады. Яғни адам тек қана іс-әрекет емес, сонымен қатар ол өзінің ойын да өзгерту керек. Ойын, сөйлеген сөздерін, соны қадағалау керек. Әдетте 21 күн жасасаңыз, бұл кәдімгідей сіздің күнделікті жасайтын іс-әрекетіңізге айналуы мүмкін. Яғни сіз оны оңай жасайтын боласыз. Привычка дейді ғой, әдет қалыптастыру үшін 21 күн минимально қажет болады. Сондықтан өміріңізде егер өзгеріс қалап жүрген болсаңыз, бір отырып ойланыңыз, қағазға жазыңыз. Өміріңізде нені өзгертуге қорқып жүрсіз? Нені жасауға сіздің батылыңыз жетпей жүр? Айтады ғой, где страх, там и рост деп. Демек, сіз сол қорқынышқа бару керексіз. Сол қорқып жүрген нәрсеңізді жасау керексіз. Соған қарай жүру керексіз. Сол кезде сіз өсесіз, басқа уровеньға өтесіз, сөйтіп сіздің өміріңізде өзгереді.